Барлықтарыңа сәлем достар. Қазақ қызы каналына қош келдің. Баршаға мәлім, осы жақында Әлішер Өтеевтің тағы да бір жаңа сериалдық жобасы жарыққа шықты. Сериал 532 деп аталады. Егер де видеоны соңына дейін қарасаң, не себепті 532 деп аталғанын түсіндіріп беретін боламын. YouTube, iTube желілерінде трендте тұрған, әп-сәтте миллион қаралымды жинап алған бұл сериал туралы біраз қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Ана тіліндегі қазақ қызы арнасына қолдау білдіріп тіркеліп қоюды ұмытпа. Ендеше біз бастаймыз. Сериалдың қысқаша сюжетіне келсек, әр сериалда әртүрлі істер қозғалады. 90-шы жылдары назардан тыс қалып, қаншама адамның өмірін қиған қылмыскерлер мен адам жегіштер туралы, яғни жалпақ тілмен айтқанда маньяктар туралы. Сериалда адамды асқан қатыгездікпен өлтіріп, тіпті етінен белеші жасап, оны адамдарға сатады. Сериал өте қорқынышты деуге болады, тіпті кейбір адамдарға психикалық соққы болуы мүмкін. Бірінші сериалдағы қыздарды қынадай қырған таксистер туралы оқиға шын өмірде 2011-2012 жылдар аралығында Шымкент қаласында орын алған. Осы жылдары қаныпезер маньяк туралы сыбыстар тарала бастады. Ол вокзал жанынан әйелдерді көлігіне отырғызады да қала сыртына апарып, оны зорлап, тонап, өлтіріп кетеді деген әңгіме халықты дүрліктірген болатын. Құқық қорғау органдары ол маньякты дер кезінде ұстай алмағандықтан, ол осылайша 4 айда бір әдіспен 4 әйелді өлтірген. 2011 жылы желтоқсан айында Шымкент қаласының полиция департаментіне ерлі-зайыптылар арызданып, өздерінің қыздары жоғалғандығы туралы хабарлайды. Олардың мәліметіне сәйкес 29 жастағы Екатерина бір күн бұрын Астанадан пойызбен шыққан. Шымкент қаласында вокзалда такси ұстағаннан кейін ұшты-күйлі жоқ болып кеткен. Үйге келмеген. Екатеринаның жоғалғанына көп уақыт өтпесе де, полицейлер тексерісті бастап дереу іске кірісті. Олар алдымен вокзалға барған. Сол жердегі қызметкерлер мен сатушылардың айтуынша, Екатерина пойыздан түскен бойда қара мерзге отырып кеткендігі анықталды. Басқа ешқандай ақпарат болмаған. Сол күні қала сыртынан келе жатқан тағы бір көлік жүргізушісі қыздың өлі денесін тапқан. Криминалистер Екатеринаны көрген бойда бірден оның зорлық-зомбылықтың құрбаны болғандығын білді. Оны алдымен зорлаған, артынан өзі ұстаған сөмкенің бауымен қылқындырып тастаған. Сот медициналық сараптама оны бір емес, 2 адамның зорлағанын анықтады. Олар Екатеринаның алтын сырғасы мен бір жамадан киімін алып кеткен. Міне, сериалдың бірінші сериясында да осы бейне баяндалған. Шын өмірде қылмыскердің аты жөні Полатбай Бердалиев. Өзбектің қарапайым отбасында дүниеге келген, кейіннен ақша табу мақсатында Шымкент қаласына келген. Еш жерде жұмысқа кіре алмағаннан соң адамдарды тонаумен айналысқан. Қылмыскерді Астана қаласында ұстаған, тіпті ата-анасының үйінде қылмыскердің қолынан қаза тапқан бір әйелдің орамалы табылған және көптеген алтын бұйымдар да табылған. Тергеу кезінде Полатбай 11 қылмыстың көбін өзі жалғыз жасамағандығы анықталды. Сөйтсе, сыныптас досы Әбдусейіт Орманов екеуі оқушы кезінен қыз зорлаған болып шықты. Алайда арыз жазған қыздардың ата-аналары арыз шағымдарын қайта алып отырған. Себебі Бердалиевтің әкесі құқық қорғау органдарында жұмыс жасаған. Сол себепті Полатбай сыбайласы екеуі жазаға тартылмайтындарын біліп, қыздарды зорлауды тоқтатпаған. Бердалиев Өзбекстанда 7 қызды зорлап тонағаннан кейін өз кәсібін шекаралас Қазақстанға келіп жалғастырған. Осылайша 4 қылмыстан кейін ол ұсталып, өмір бойына бас бостандығынан айырылған. Екінші сериясына келсек, ондағы кейіпкерлер шын өмірдегі оқиғаға қарама-қарсы түсірілген. Сериалда қылмыскер әйел адам болса, шын өмірде ер адам. Сериалда ер адамдарды өлтірсе, шын өмірде әйел адамдарды өлтірген. Ол СССР кезінде миллиондаған адамдарға өзінің қатыгездігімен танымал болған Николай Жұмағалиев болатын. Оның қолынан 10 адам өлген. Ол адамды зорлап өлтіріп, кейіннен еттерін жеген. Оның қолынан өлген бірінші адам жас қыз болған. Ол оны ұзынағашта кетіп бара жатқан жерінен артынан келіп, мойнынан қысып, қылқындырып, пышақпен кесіп өлтірген. Оның етті жерлерін кесіп, сөмкесіне салып, үйіне апарып, тұздап, ет тартқыштан өткізіп, тұшпара жасаған. Бүйрек пен жүректі қуырып жеген. Николайды 5 адам өлтіргеннен кейін 1979 жылы ұстады. Оған шизофрения диагнозын қойды. Ол 1 жылдан кейін босатылды. Әбден жынданып кеткен Жұмағалиев достарын өз үйіне шақырып, біреуін сол жерде достарының көзінше жей бастаған. Достары полиция қызметкерін шақырады. Сол жерде Николайды ұстайды. Өлген адам оның 9-шы құрбаны болған. Бірақ сот органдары оны басы істемейді деп тағы да емделуге жібереді. Ол жерде 8 жыл бойы емделіп, 1981 жылы қашып кетеді. Тығылғаны көпке созылмай, ол тағы ұсталады. 3 жыл бұрын 10 адамды өлтіріп жегені анықталып, ол тағы емделуге жіберіледі.
Қайда жүрсеңіз де достарыңыз бен туыстарыңызға ескертіп жүріңіз. Алыс жолға таксимен жалғыз шықпаңыз. Адам көп ортада жүргеніңіз дұрыс. Енді сериалдың атауы нені білдіреді дегенге келсек, көбі оны сағат сандарын көрсетеді деп ойлайды. Бірақ олай емес. 5:32 дегеніміз қасиетті Құран кәрімдегі 5-ші сүре 32-ші аятты білдіреді. Яғни Әл-Маида сүресі. Ол жерде кімде-кім кісі өлтірмеген, немесе жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасамаған бейкүнә жанды нақақтан нақақ өлтірсе, бүкіл адамзатты өлтіргендей болады. Сондай-ақ кім біреуді өлімнен құтқарып қалса, бүкіл адамзатты өлімнен құтқарғандай болады. Оларға елшілеріміз айқын дәлелдермен, мұғжизалармен келген еді. Алайда содан кейін де олардың басым көпшілігі жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасауда, шектен шығуда делінген. Ал видео жалғасын тапсын десеңіз, арнаға қолдау білдіріп, оның таралуына үлес қосып кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.